Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай компот жасаймыз. Бұл компоттың ерекшелігі қарбыздың сыртқы қабықтарынан жасайтын боламыз. Жалпы бұл өте витаминге бай. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мен осындай қаралығы, алма, үйде бар жемістердің бәрін салып тұрып жасадым. Байқасаңыздар, қарбызымдың сыртқы қабығын салатын боламын. Бұның ерекшелігі осында. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі болар екен. Ешқандай химикатсыз, ешқандай каркаделсіз, түсінің өзі тұнық болып әдемі болып шығады. Алдағы уақытта видеоны толық қарап, керекті маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алмаларын осылай бөлшектерге бөліп алдым. Менде қаралым мұз қатып тұрғаннан кейін түсі осылай болып тұр. Менде заморозка етілген қаралы. Сосын үйде бар лимонымды салып жібердім. Қарбызды осылай бөлшектерге бөліп салып жібересіздер. Қарбыз енді таза желінген емес, шамалы қызыл жері қалған дұрыс. Өте дәмі ерекше екен. Түсінің өзі басқаша болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай жемістерін бәрін салып алдым. Осылай лимонымды, 2 бөлік апельсинім бар еді, соны салып, бәрін салып, жақсылап қайнатып аламыз. Менің компотым шамалы көптеу қайнап кетіпті. Сіздерге көп қайнатуға кеңес бермеймін. Байқағандарыңыздай қаралым езіліп тұр. Сіздер 20 минут қайнатсаңыздар да жетеді. Бір бұрқ еткізіп. Осылайша мені көріп тұрғандарыңыздай қарбызым түсі оңып, басқаша болып шыққан. Ал менің компоттарым дайын. Өкінішке орай графинге қояйын десем, менің графиным сынып та қалыпты. Сондықтан бір компоттарым графин емес, баклажкаларға құйып, тоңазтқышқа сақтап қояйын деп тұрмын. Жеміс салудың заңдылығы жоқ. Үйде бар жемістерді сала бересіздер өздеріңіз қалауларыңыздай. Мен түс болу үшін қара өріктен ғана пайдаландым. Қалғандарын өздеріңіз қалағандай сала бересіздер. Өте витаминдерге бай, балаларға істеп берсеңіздер болар екен. Дәмі деген өте ерекше болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдағы уақытта осындай жеңіл рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Гүлбахар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін қарайтып қойыңыздар. Сау, аман болыңыздар.